сәлем, сіздермен бірге BI Академиясы және мен Жанна. Бүгінгі біздің тақырып C++ тілдері негіздері. Бұл тілмен жұмыс жасау үшін алдымен Visual Studio кірейік. Егер сізде Visual Studio болмаса, Dev пен жұмыс жасауыңызға болады. Маған ыңғайлысы Visual Studio. C тілі 1969-1973 жылдар аралығында ақш-та Bell Telephone Laboratories компаниясының программалаушылары Деннис Ричи мен Кен Томпсон бастауымен дүниеге келді. C тілін ары қарай жетілдіріп, сол Bell Telephone Laboratories қызметкері Бьерн Страуструп кластары бар C тілін жасап шығарды. Ол 1983 жылы C++ тілі деген атқа ие болды. C++ тілі объектіге бағытталған бағдарламалау тілі. Ол бұрынғы C тіліне қарағанда кластардың енгізілуімен ерекшеленеді. Көріп тұрғанымыздай, Visual Studio'мыз ашылды. Онымен жұмыс жасау үшін біз алдымен файл, создать проектке кіреміз. Көріп отырғанымыздай, Visual C#, Visual Basic, Visual C++ бағдарламалау тілдері бар. Өзімізге керек Visual C++ тілін таңдаймыз және OK тетігіне басамыз. Көріп отырғанымыздай, біздің проект ашылды. Console Application жүз. Бұл шаблоны десек болады. Осы жерде үш нәрсені өшіріп тастаудың қажеті жоқ. Себебі барлығы керек нәрселер шығып тұрады өзі. Ішіне сосын есептерді жазып, өзімізге керек кітапханаларды қосып отыра береміз. Алдымен жұмыс жасамас бұрын сізге бұл шрифт ыңғайлы ма, соны тексеріп алайық. Егер де сізге бұл шрифт ыңғайсыз болса, Ctrl және тышқанның ортаңғы тетігін басу арқылы біз шрифтті кішірейтіп немесе үлкейте аламыз. Өзімізге ыңғайлы ету үшін, орташа қылып алғанымыз үшін, немесе ұзақ программа жазған адамдар кішкентай қылып шрифтті алуы мүмкін. Ол әркім өзіне байланысты. Енді мына жерде бірінші, екінші қатарда тұрған жасыл. Жасыл дегеніміз не? Жасыл дегеніміз ол комментарий. Комментарий дегеніміз не? Комментарий дегеніміз ол жерде жазылған белгілі бір ақпарат, немесе сөздер болсын. Комментарийде жазылса, ол оқылмайды. Яғни ол не үшін қажет? Ол пайдаланушының өзіне, мысалы үшін есеп шығару барысында белгілі бір нәрсені түсіндіріп кету үшін, ол комментарийдің ішіне былай мынандай нәрсені қолдандым деп жазып кету мүмкін. Комментарийдің өзі екіге бөлінеді. Ол бір қатарлы комментарий және көп қатарлы комментарий. Көріп тұрғанымыз екі слэш, бұл бір қатарлы комментарий. Егер де бұны алып тастасақ, және де слэш жұлдызшаны жазсақ, егер де слэш жұлдызшаны жазсақ, біз міндетті түрде жұлдызша слэшпен оны жабуымыз қажет. Бұл көп қатарлы комментарий дегенді білдіреді. Комментарийді тек қана бір рет емес, сонымен қатар бірнеше рет өзіміз қалағанынша қолдана аламыз. Үстіне тағы да есептің берілгенін, мысалы үшін квадратты бір, мынандай есеп деп жазып кетуімізге болады. Немесе есептің ортасында белгілі бір математикалық формуланы қолданып, ол формула есепке қажет емес, бірақ түсіну үшін қажет болып жатса, біз оны комментарийдің ішіне жазып қойсақ, жеткілікті. Және қазір бізде көріп тұрғанымыздай, комментарийде жазылтырған Console Application 100 қажет емес, сондықтан оны алып тастайық. Егер де керек болып жатса, үстіне есептің берілгенін жазып кететін боламыз. Көріп отырғанымыздай include. Include дегеніміз ол директива. Int дегеніміз ол
Интеджердің қысқартылған түрі, яғни int дегеніміз бүтін сандар. Main дегеніміз бағдарламаны іске қосқан кездегі басты функция. Желі жақшалар ол бір функцияны білдіреді. Алдағы уақытта for, while, do мен жұмыс жасаған кезде біз желі жақшаны ашып жабатын боламыз, яғни циклмен жұмыс жасаймыз. Егер де желі жақша ашылып, бірақ жабылмай қалатын болса, онда есепте қате деп көрсетіледі. Және осы жерде жазылған әрбір қатарда нүктелі үтір қойып кетуіміз қажет. Нүктелі үтір ол дегеніміз қатардың соңы дегенді білдіреді. Егер де оны жазбайтын болсақ, немесе ұмытып кетсек, онда қате болып шығады. Және return 0. Return 0 дегеніміз ол бағдарлама бітті дегенді білдіреді. Осы жерге келген кезде, яғни компиляцияға жіберіледі есеп. Және сол есептің қатесі бар ма жоқ па тексеріліп, бізге есеп шығатын болады. Көріп отырғанымыздай, include директивасыларын, яғни кітапханаларды жазу, C++ тілінде кітапханалар өте көп. Сол кітапханалардың бірі math.h, яғни math.нүкте, яғни математикалық формулалар, арифметикалық амалдар орындаған кезде синус, косинус, тангенс, котангенс сияқты күрделі тригонометриялық функциялармен жұмыс жасаған кезде біз осы кітапхананы енгізіп кетуіміз қажет. Себебі ол формулалар оқылмай қалуы мүмкін. Сондықтан, егер де сондай бір есептер шығарып жатсаңыздар, осы кітапхананы қосып кетуді ұмытпаңыздар. Негізі оқулықтағы программалардың басым бөлігі C тілінде беріледі. C++ тілінде берілген программалардың бірсыпыра өзгешеліктері бар. Сондықтан олар туралы мысалдарды талдау кезінде қосымша ескертіліп айтылады. Қазіргі кең қолданып жүрген программаларды орындау ортасы ол C++ тілдерінің компиляторы болғандықтан, жалпы кітаптағы мысалдар кез келген трансляторда Turbo C, Barland C++да орындала береді.